Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді песочное печеньенің рецептімен бөлісемін. Бізге бірінші жұмсақ сары май қажет. Осы майдың үстінен қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Осы араласқан массамызға бір жұмыртқаны қосамыз. Жан жағын осылай лопаткамен жинап алсаңыздар болады. Тағы да бір келкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Осы бір келкі массамызға ұн және бір шай қасық қамыр қопсытқыш, шым-шым тұз қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Осы дайын біріккен қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Мен қамырды жаю ыңғайлы болу үшін екіге бөліп алдым. Қамыр жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Қамырды бір келкі етіп жайып, печеньеге арналған формалармен кесіп шығамыз. Сіздер қолда бар кез келген домалақ формадағы ыдысты қолдансаңыздар болады. Мен печеньенің ортасын осындай насадканың көмегімен кесіп шықтым. Осы дайын печеньелерімізді пергамент қағазымызға тізіп, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осы печеньелердің үстіне үгітілген жаңғақтарымызды бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Духовканы 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Печенье 15-20 минутта пісіп шығады. Міне печеньелеріміз дайын, өте әдемі, сондай дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Рахмет.